Михаил Шайдоровты білетін шығарсыздар. Әттәқты біздің спортшы мынау олимпиададан фигурный катаниядан алтын медаль әкелген жігіт. Сол әлеуметтік жерде шығып 5-6 ай өзінің жалақысын ала алмай отыр екен. Соны жариялады. Соған әйдік резонанс болып жатыр, иә. Енді мен алдында спортта жүрген адаммын. Менде де өз болған оқиғаларымды айтып кетейін. Қалай істейтінін, кімнен астына жататынын, ол бар нәрсе шынымен де. Но жемқорлықпен күреспей, конкретно жай ғана емес, лозунг қылып айта салып, ойбай жемқорлықпен күресу керек деген емес, нақты күресіп, отырғызатындарын отырғызып, сөйтпесек ары қарай жалғаса беретін нәрсе. Өйткені мен 90-шы жылдары спорт факты оқыған адамын. Сол кезде оқып жүргеннің өзінде соревнованияларға, жарыстарға барған кезде, әрбір турнирларға қатысқан кезде, мысалы дзюдодан не алдым, бірінші орын алған кезде мені шақырып алып, ведомосқа не қой дейді, қол қой дейді. Сол кезде барасың, енді призовой фондтан берілген ақша ғой. Барасың, не қоясың, қол қоясың. Бірақ жазылып тұрған несі, ведомостьта жазылып тұрады ғой, қанша екенін. Оны парақпен жауып қойған. Айтып, мына жерге қол қой дейді, болды. Сол жерге қол қоясың да кетесің. 100 теңге ұстатты. 100 теңге дегенің қазіргі неге неткен кезде бір 5.000 теңге шығар, қазір 5-6 мың теңге шығар. Сол кезде көрсетпейді. Сонда сен 5-6 мың теңгеге қазір күні бойы күресіп жүресің деймін да, тренировка жасап қаншама ай. Міне, сол кішкентай нәрседен басталады, ары қарай кеткен кезде ол миллиондап кетеді, миллиардтап кетеді. Жемқорлық болмай не істейді? Соны жемқорлықпен күресу. Ол мен бірақ нені келтірдім сіздерге, примерді. Ондай көп. Мен марсельский турнирға, бір турнирді, отборочный турнирді бәрін жеңіп шыққан кезде тренер өзінің любимчигін жіберем деп, сол менен ұтылып қалса да, соны жіберем деп жіберді ғой. Ал сен барсаң дейді, 90-шы жылдары ақша жоқ, ештеңе жоқ кезі айтады, сен өзің шотыңны төле де бар дейді. Міне, қалай сол кезде басқа тренерға кетіп қалған мен, ондай тренері құрсын деп. Аттарын айтпай қойын. Оны менімен бірге оқыған адамдар, тренировка жасаған адамдар біледі. Сол үшін да, мінекей, оны жоқ демеңіздер. Михаил Шайдоровтікі дұрыс деп ойлаймын мен негізі. Балық басынан шірейді.